Баршаңызға сәлем. Бүгін біз трендте жүрген маклюбе тамағын жасайтын боламыз. Көпшілік оның ыдысқа салғанын желіге жүктеп жүр. Ал біз сізге бүгін қалай жасайтынын көрсетеміз. Кешкі тамаққа не жасаймын деп ойланбаңыз, жазып алыңыз. Ол үшін бізге қажетті заттар: пияз, картоп, сәбіз, баклажан. Және де етсіз тамақ, дәмсіз. Ас бұршақ, жүгері қажет. және дәмдеуіштер. Тағы нені ұмыттық? Бірдеңені ұмыттық біз. Күріш. О, күріш. Жайрасайық. Турап тастайық. Күштен болса. Пиязды дөңгелек етіп турайық, әдемілік үшін. Дұрыс айтасың. Ал етті өз қалауыңша тура беруге болады. Не болып қалды саған? Өмірінде жылатқан мен бір-ақ нәрсе. Ол пияз. Сенің пиязың менде көзімді ашып отыр. Картопты да пияз секілді дәл дөңгелек етіп тураймыз. Сәбізді де. Біз көкөністің барлығын турап болдық. Енді қуыруға кірісеміз. Олай болса, Сен, етті, мен, ал сен? көкөністерді қурайын. Ал етті қазір енді 5-6 минут бая отта бұқтырып аламыз. Ал енді күрішімізді кішкене май құйып 5-6 минут қуырып аламыз. Біз көкөністердің барлығын қуырып алдық, ал қазіргі сәтте Гүлмарал күрішті қуырып жатыр. Қазір біз тамақтың ең астына пиязды саламыз. Пиязды салудың өзіндік себебі бар. Себебі тамақты түсірген кезде есіктің асты жабыспау үшін. Ал енді ет дегенде бет бар ма? Ал енді көкөністерді рет-ретімен қойып шығамыз. Айтпақшы, ортасына тұз салып отыруды да ұмытпау қажет. Сәбіз. Ал ендігі кезек картопта. Ал біз тамақты аяқтап қалдық. Енді ең соңғы күрішті тамақтың бетіне әдемілеп орналастырамыз. Ал енді күріштің бетімен бірдей етіп суды құямыз. Айтпақшы, салат жасауды ұмытпаңыз, сонда тамағыңыз дәмді әрі сәнді болады. Қыздар, сендер тамақтарын піскенше қарын ашып кетті. Енді маклюбе дайын. Да, бір, екі, үш, кет. Давай, да?